Көптеген келіншектер жүктілікке дефициттермен келеді. Жеңіл разрывсыз босану үшін сіздің жүктілігіңіз асқынысыз өту керек. Көптеген келіншектер ойлайды, мен қазір барам да босана салам деп. Но қыздар, баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі видеода қыздар өте актуалды тақырыптардың бірін қозғайтын боламын. Яғни ол разрывсыз жеңіл босану. Бүгінгі видеода мен сіздермен жеңіл разрывсыз босанудың 5 құпиясымен бөлісемін. Сондықтан сіздерге бұл тақырып қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Сонымен қыздар, жеңіл разрывсыз босануға дайындық жүктілікті жоспарлау барысында басталады. Яғни, жеңіл разрывсыз босану үшін ең бірінші жүктілік асқынусыз, жеңіл, жақсы өту керек. Ал жүктілікке дайындық, ол жүктілікті жоспарлаған этапта басталады. Яғни сіз партнермен болды, біз енді ата-ана атанғымыз келеді деген ой келгеннен бастап, сіз жүктілікке дайындалу керексіз. Мысалға, жүктілікке дейін қолданатын фолий қышқылы, омега, йод деген сияқты препараттар бар, иә? Яғни, жеңіл разрывсыз босануға біз жүктілікті жоспарлаған этаптан бастаймыз. Одан кейін жеңіл разрывсыз босану үшін сіздің жүктілігіңіз асқынысыз өту керек. Мысалға, сіздің жүктілік кезінде егер де сізде дайындық болмаса, немесе кейбір келіншектердің ағзасының ерекшеліктеріне байланысты, мысалға сізде преэклампсия жағдайы кездесетін болса, немесе артық салмақ кездесетін болса, немесе варикоз кездесетін болса, әрине оның барлығы ары қарай сіздің жеңіл разрывсыз босануыңызға кедергісін келтіреді. Сонымен қыздар, жеңіл разрывсыз босануға дайындықты негізінде біз жүктілікті жоспарлау этабынан бастаймыз. Одан кейін жүктіліктің өзін жеңіл, жақсы өткізуге тырысамыз. Яғни барлық керекті витаминдерді ішіп, барлық жаттығуларды жасап, одан кейін барып, уже босанатын уақыт жақындаған кезде біз жеңіл разрывсыз босануға дайындаламыз. Сонымен қыздар, егер де сіз қазір жүктілік кезеңінде жүрген болсаңыз, онда разрывсыз босану үшін осы 5 нәрсені жасау керексіздер. Ең бірінші, ол бұлшық еттерді дайындау. Өйткені разрывсыз босану үшін, жеңіл босану үшін ең бірінші сіздің бұлшық еттеріңіздің тонусы жақсы болу керек. Көптеген келіншектер ойлайды, мен қазір барамда босана салам деп. Но босану қыздар, ол кәдімгідей физикалық тұрғыда физически жұмыс. Мысалға, сіз жер қазған кезде, огородта жұмыс жасаған кезде, үй жинаған кезде қалай күш қуат жұмсайсыздар, дәл сол сияқты босану барысында да сізге күш қуат керек болады. Сондықтан ол үшін біз бұлшық еттерімізді дайындау керекпіз. ВОЗ-дың рекомендациясы бойынша жүкті келіншекке бір аптаның ішінде 150 минут белсенділік керек. Яғни белсенділік дегеніміз қыздар, ол үй жинау, пылесостау, немесе тамақ пісіру емес, ол кәдімгідей арнайы жаттығуларды жасау. Неге? Өйткені сіз үй жинаған кезде сізде басқа бұлшық еттердің топтамасы жұмыс жасайды, ал сіз йога жасаған кезде, жүкті келіншектерге арналған жаттығу жасаған кезде, немесе арнайы жүзуге барған кезде, ол жерде басқа бұлшық еттер жұмыс жасайды. Сондықтан бір аптада кем дегенде 150 минут сізде осындай жаттығуға, йогаға, жүзуге арналған белсенділік болу керек. Және де өте маңызды нәрсе қыздар, жүктілік кезінде жаттығуларда, йогада, жүзуде барлығы жүктілерге бейімделген болуы керек. Яғни сіз басқа адамдармен бірге, бір топпен бірге солардың айтқан жаттығуларын жасай алмайсыз. Сіздің жаттығуларыңыз сіздің жүктілігіңізге, сіздің триместріңізге қатысты болуы керек. Өйткені мысалы кейбір жаттығулар ұзақ арқада жатып жасауды талап етеді. Мысалға, сіз жүктіліктің 28 аптасынан асып кеткен болсаңыз, онда сізге ұзақ уақыт жатуға болмайды. Сол сияқты жаттығу, йога барлығы сіздің жүктілігіңіздің аптасына бейімделген болуы керек. Разрывсыз жеңіл босануға арналған екінші құпия, ол ағзадағы барлық жетіспеушіліктерді толтыру, яғни дефициттарды толықтыру. Көптеген келіншектер жүктілікке дефициттермен келеді. Мысалға, анемиямен, немесе магний жетіспеушілігі, фолий жетіспеушілігі, немесе йод жетіспеушілігі. Көп адамдар мына қалқанша безінің жұмысына көп мән бере бермейді. Бірақ қыздар, қалқанша безі өте маңызды. Мысалы, Қазақстан бізде йод жетіспеушілік өңірлерге жатады. Яғни біздің почвада йодтың жетіспеушілігі бар. Сондықтан кез келген жүкті келіншекке, босанғаннан кейінгі бала емізетін келіншектерге міндетті түрде йод препараттарын қабылдауға кеңес беріледі. Ол мысалға 150-200 микрограмм. Бірақ кейбір адамдарда тиреотоксикоз сияқты қалқанша безімен проблемалар бар. Ондай кезде сіз йод препараттарын қабылдау алдында міндетті түрде эндокринологпен кеңесу керексіз. Сондықтан көптеген адамдар осы йодтың
маңыздылығын түсінбей жатады. Ал жүкті келіншекке йодтың маңыздылығы ол өте зор. Мысалға, сіздің ағзаңызда осы йодтың жетіспеушілігінен балада умственная отсталость, дұрыс сөйлемеу, жүйке жүйесінің дұрыс дамымауы деген сияқты түрлі проблемалар кездесуі мүмкін. Сондықтан жалпы кез келген келіншек жүктілікті жоспарлау алдында және де жүктілік кезінде міндетті түрде эндокринологқа барып, егерде осы йод жетіспейтін болса, міндетті түрде орнын толықтыру керек. Одан басқа, мысалға, сізде анемия болатын болса, бұның барлығы сізде разрывтардың болуына алып келеді. Неге? Өйткені анемияның бірнеше түрі бар. Соның ішінде темір жетіспеушілік анемия өте жиі кездеседі. Оның бірден бір проблемасы, бізде темір жетіспеушілік анемия болған кезде біздің ішкі ағзаларымызға, біздің тіндерімізге, біздің терімізге кислород жетіспейді. Ал кислород жетіспегендіктен ол жердің созылу қабілеті, тонусы барлығы бұзылады, жұмысы бұзылады. Соның салдарынан, егерде сізде мысалға постоянно анемиямен жүретін болсаңыз, оның барлығы сіздің теріңіздің, бұлшық еттеріңіздің жыртылу қабілетін жоғарылатып, соның салдарынан сізде разрывтар болуы мүмкін. Ал қандай да бір минералдың жетіспеуі, қандай да бір витаминнің жетіспеуі, оның барлығы сіздің жүктілігіңіздің асқынуына, балада проблемалардың болуына және де босану барысында разрывтар мен асқынулардың болуына алып келуі мүмкін. Сондықтан жүктілік барысында барлық керекті анализдерді тапсырып, жетіспеушілік бар ма, жоқ па анықтап, орнын толтыру керексіздер. Разрывсыз босанудың үшінші құпиясы ол баланың шығатын жолын, яғни жыныстық жолдарды босануға дайындау. Мысалға, ол үшін қынапты дайындау және де массаж промежности. Яғни промежность аймағына массаждар жасау арқылы, жаттығулар жасау арқылы босану барысында созылу қабілеті жақсы болғанның салдарынан разрывсыз босануға бұл нәрсесіге көмектеседі. Сондықтан, егерде сізде физиологиялық тұрғыда өтіп жатқан жүктілік болса, жүктіліктің 30 аптасынан бастап промежность аймағына жаттығулар жасай бастасаңыз болады. Егерде бұған дейінгі жүктіліктерде, босануларда сіздерде разрыв болған болса, яғни ол жерде рубец пайда болған болса, шрам деп атаймыз, мысалға, ол шрамға арнайы массаждар жасау керек. Сол промежностьке жасалатын массаждың тағы бір түрін сол шрамның орнына жасау керек. Неге? Өйткені егерде бұрынғы босануларда сізде разрывтар болған болса, оның орнындағы жаңағы рубец, ол бұлшық ет емес, ол соединительная ткань, рубцовая ткань. Мысалға, сіздің бір жеріңізге жарақат келетін болса, оның орны шрам болып қалады. Ол шрам, оның созылу қабілеті төмен. Сондықтан ол алдағы уақытта оның үстіне сіз дұрыс жүктілікке дайындалмаған болсаңыз, дұрыс босануға дайындалмаған болсаңыз, ол жердің жыртылу қаупі жоғары болады. Сондықтан жүктілік кезінен бастап осы промежностьқа массаж жасап босануға дайындау керек. Разрывсыз босанудың тағы бір құпиясы ол бөліністерді емдеу. Мысалға, Совет үкіметінің кезінде барлық жүкті келіншектерге босанардың алдында свечи қойып, қынаптың ішін тазалап, бөліністерді тазалап, солай жасайды. Неге? Өйткені егерде әйелдің қынабында қабыну болса, воспаление болса, ол жер постоянно ылғал болады. Ал кез келген ылғал жерде орналасқан дүние ол жыртылуға бейім болады. Дәл сол сияқты, егерде сіздің қынабыңызда постоянно выделение, постоянно қабыну болатын болса, ол босану барысында сіз қанша күшті демалатын болсаңыз да, қанша барлығын дұрыс жасайтын болсаңыз да, ол разрывтарға алып келуі мүмкін. Сондықтан разрывтар болмау үшін біз алдын ала жүктілік кезінде қынаптың қабынулары болса емдеу керекпіз. Бірақ Совет үкіметінің кезінен қазір қандай айырмашылығы бар? Бұрын барлық әйелге 100% босанар алдында свеча қою керек болатын. Қазіргі таңда ол дұрыс емес деп танылды. Неге? Өйткені қабыну кейбір әйелдерде бар, ал кейбір әйелдерде жоқ. Жүктілік кезінде сізде қабыну бар ма, жоқ па, оны анықтау үшін флороциноз немесе фемофлор деген сияқты өте жақсы анализдер арқылы анықтауға болады. Неге барлық әйелге свеча қоя салуға болмайды босанар алдында? Өйткені ол свечалар в основном антисептик немесе антибиотиктер. Олар не істейді? Олар қынаптағы жақсы жаман барлық флораны бірге өлтіріп тастайды. Ал әйелдің қынабында патогенді флорадан басқа, патогенді микроорганизмдардан басқа өзіне керек, қажетті, өзінің әйелдің сол ағзасына тән флорасы бар, микроорганизмдары бар. Олар керісінше әйелге керек. Және де ол микроорганизмдар баланың дүниеге келіп жатқан кезде, сол жыныстық жолдардан өтіп жатқан кезде балаға пайдалы. Яғни ол жерде абсеменение, баланың үстіне сол флоралар енеді. Және де ол баланың болашақ иммунитетіне өте пайдалы. Сондықтан
направо налево барлығына свеча қоюдың қажеті жоқ. Егер сізді мазалайтын белгілері болса, бөліністер болса, немесе өзіңіз үшін қынапты босанар алдында тексергіңіз келсе, онда флуорциноз немесе фемофлор анализін тапсыру арқылы қынаптың жағдайын анықтап, егер де қажет болса, арнайы емді алу керексіз. Және де жеңіл разрывсыз босанудың келесі құпиясы ол демалу техникалары. Босану 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол толғақ кезеңі, яғни бұл кезеңде сіздің жатыр мойныңыз толық жабық тұрған күйінен 10 сантиметрге дейін, яғни баланың басы сыятын көлемге дейін ашылады. Сіздің жатыр мойныңыз толығымен ашылғаннан кейін бала дүниеге келемін дегенше ол екінші кезең. Егер де толғақ кезеңі ұзақ 10 сағат 15 сағат өтетін болса, баланың шығу, яғни екінші кезең ол 1-2 сағатқа ғана созылады. Одан кейін үшінші кезең ол бала дүниеге келгеннен кейін баланың орны шығу керек кезең. Және де босану барысында әрбір кезеңнің өзіне сай, өзіне керекті, өзіне тән демалу техникалар бар. Мысалға, толғақ кезеңінде алғашқы жатыр мойны ашылып жатқан кезде сізден талап етілетін демалу техникалары ол мұрынмен дем алып, ауызбен демді ұзақ шығару болса, екінші кезеңде керісінше сіз күшеншекпен жұмыс жасап жатқан кезде сізге жеңіл демалу, яғни поверхностное дыхание қолдану керек болады. Сондықтан босанудың әрбір кезеңіне өзіне тән демалу техникаларын жаттап алу керексіз. Босанудың нәтижесі көп жағдайда тікелей әйелдің өзіне байланысты. Сондықтан әрбір босануға дайындалып жүрген келіншек осы жауапкершілікті сезініп, түсініп, өзіңіздің дайындалу керек екеніңізді түсініп, босануға дайындалып барсаңыз, сізде өте жақсы нәтиже болады. Барлық жүкті келіншектерге аман-есен босанып алуларыңызға тілектеспін. Алдағы уақытта көптеген пайдалы видеолар болады, сондықтан каналға тіркеліп, осы видеоға лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, алдағы видеоларда менен естігіңіз келетін тақырыптар болса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.